Ата-анаң күткен осы күннет арманы. Күніндей нұрлы көктемнің жалынды жырмен от бердім. Қыз ұзатқан келін алған ауылға құтты болсын деп келдім. Қыз ұзатқан келін алған ауылға құтты болсын деп келдім. Келіскенбіз. Осы тойды бастаймыз. Бастаған кезде бір тамашалап ортаға қонақтарын бәрін биге шақырамыз. Қай кісі тамашалап күшті билейді, сол кісіге $100 береміз деп. Бұндай тойды қашан көрмесіздер, бір шулап қойсасын. Настроенияларыңыз қайда? Алло! Заттанда түспей жатыр ма? Не болса? Рахмет. Мен тойдың басынан бастап сыйлық берейін деп жатырмыз. Сол себепті құрметті ағайындар, қазір тамаша музыка болады. Ортаға шығып бір кім күшті билейді, сол кісіге $100 лично өзім әкеп беремін осы жерге. Ойынданыңыздар, жігітше отвечаю. Ал кеттік, ал тамаша бір музыка жібер. Барлығымыз билейік ортада. Ортаға тойдың басын тоймен баста. Динара, ортасы билейші.
братан, братан, есімің қалай? Рауан братанға бір қошеметтеп қойыңыздаршы, құдаларына. Рахмет. Братан, буындарыңды тіл көзден сақтасын. Мынандай буын құрметті ағайындар анда-мында жатпай, ешкі тұқым алып қалыңыздар, Ай, молодец. Кәде, сіз негізі құда балада жақсы биледі. Бірақ көзге түсіп тамашалап билеген ана жерде отырған әзіл қазақ алқалары отыр. Сізді сайлап бірінші орынға сізді беріп отыр. Енді ол маяқта блат жоқ, зиятқы жоқ, сізге беріп отыр. Құттықтаймыз әдемізді. Бір қошеметтеп қойыңыздар, рахмет. Неге шердеңдерді өзіңіз бересіз потом. Тәде, ондай болса сізге осы сыйлықты берейік. Енді 21 ғасыр $100 бергеніміз енді ят болар. Сізге 21 ғасыр бойынша сізден ұрлап кетпесін деп чек ретінде $100 береміз. Қабылыңыздар, $100. Тәде, $100 сізге ұтып алдыңыз. Бәрекелді, рахмет еді. Орныңызға тұрыңыз, бәрекелді. Ал ондай болса, Аңырқау халқым, армысың? Төк көзің түгел бүгін бармысың? Қалғыш бағалы көп болдау, сағынып қалды жаным шын. Сіздерге шырқап өтейік, кеткенше бойымнан әл күшім. Бойыма берген әл қуат, өздеріңіз берген алғысын. Сондайдан көрмегелі хабарласу, жылқы тайып жығылған жаман асу. Көрмегелі көп айдың жүзі болды. Ең алдымен жөн, апаталар амандасу деп атамалардың құрметіне. Бір қошеметтеп қойыңыздар, бәрекелді. Рахмет, бәрекелді. Ал енді арнайы анау Алакөл ауданынан 360 километр ат терлеп келіп отқан құда шекжат құдағилардың құрметіне бір қошеметтеп қойыңыздар. Қош келдіңіздер, құдалар. Бәрекелді, құдалардан келген қадамдарыңызға нұр жауып күліп өтсін, бәрекелді. Құдалықтыңыз 1000 жылдық болсын. Арнайы осы бүгінгі күн, құрметті ағайындар, есте мәңгі сақтайтын күн. Түйеніңде алып ұшқан қаттардың, күнің құшып маңыраған ақтаңның, екі жүрек бірін-бірін тапқан күн. Қонақтарымыз қысылмастан өлең айтсын тосталып, думандатып тойымызды бастайық, ағайындар. Ай, бәрекелді. Рахмет, шапалақтарыңыз жүздеріңіз қандай жылы болғанмен, құрметті ағайындар, бүгінгі тойдың орысша айтқан кезде виновники торжества дейді ғой. Осы бүгінгі күннің арнайы екі жасты ортаға шақыруға рұқсат етсеңіздер, алдыменен осы өзіміздің ауылымызға келіп отқан, осы қызымызға құда түсіп, қызды ұзатып алайын деп келіп отқан Дархан балаларымызды қошеметпен ортаға шақырайық. Дархан балаларымыз, жігіттері сенің үміттері көк аспанда жібересің көк байрағын жасаң мәңгі қазағымның жігіттері. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Кім Дархан? Сен Дархан бар. Дархан Атеке. Ал Дархан, бәрекелді. Енді біздің ауылға тамаша той болып жатыр. Тойды әрқашанда осы біз қазақ халқы аттан құласақ та салттан құламаған халықпыз. Қыз ұзатып қыз беріскен халық болғаннан кейін, мына біздің ауылға Дархан деген ұл келіп жатыр. Осындай тамаша азамат, сіздің жағдайыңызды сұрап, не үшін келдіңіз? Жайша келдіңіз бе? Соны білейік дегеніміз ғой. Лаураны алып кетуге. Лаураны алып кетем деп қояды. Ой, бір қошемет деп қойсақ. Бәрекелді. Молодец. Лаураны алып кетуге келіп отыр екен. Уверенный пацан, молодец. Ал бәрекелді, ондай болса, енді арнайы өзіңнің осы Алла бұйыртып, біріншіден барлығымыз құрметті ағайындар, Алланың арқасында жүрегімізде иман, аузымызда Алла болғаннан кейін, осы күнге тамаша Алланың арқасында келіп отырмыз. Екіншіден, мына екі жастың арқасында келіп отқаннан кейін, Дархан балаларыңыз Алла бұйыртып, келіп қадамын басып, аман есен жетіп отыр. Соған бір қошеметтеп қойыңыздар. Алланың ризашылығы қабыл болсын. Рахмет. Енді қызымызды тәрбиелеп, алақанымызда ұстаған, әрқашанда жақсылықты, жаманшылықты жандығына жуытпай, суытпай, әрқашанда аялап, әлпештеп өсірген Лаура қыздарыңызды ортаға шақырайық, бәрекелді. Лаура әпкеміз ортаға шақырайық. Иылдан шашын төгіліп жүрген, көмісті шашпау жарасы бейген. Иықтан шашын төгіліп жүрген,
Ай, бәрекелді, рахмет. Мынау енді Алахан бізді ұстаған қызымыз ортаға келді. Лаураның құрметі қошемет қайда? Рахмет, бәрекелді. Екеуің дұрыс тұрмапсыңдар сендер. Мен сендерге үйретейін. Братан, сен аяқта тұр. Осылайынан тұрыңыздар. Мынау енді жігіт жолдас, қыз жолдас, сендердің жұмыстарында оңай емес. Дұрыс, бәрекелді. Ал оңай болса, мынау енді братан, братан, құсың құтты болсын. Бәрекелді. Ақ құсың бақ құс болсын, бәрекелді. Красавчик. Лаураны енді бақ құсың, ақ құсыңды енді өзің қандай құс деп есептейсің? Аққу деп аты, аққу құс, аққу құс. Лаура аққу құс бүгіннен кейін. Ай, братан, не істеушін? Мынау енді Дархан, аққу құсың бар ғой? Түнде кешік келген кезде звондайтын құс. Түнде кешікпесең мағазаңды алатын құс. Жұмыстың зарплатасын сұрайтын құс. Осы құсым әрқашанда айтқан ғой, қыз баланы, қыз деген ана деп қана бағала, оны бағала дейді. Әрқашанда жанындағы жарың Алла бұйыртып, тамаша Лаура қызымызды сенің Алақаныңа аялап салып беріп отырмыз. Сол себепті Алақанда аялап, өзіңнің жарың ретінде сүйіп, балаларының анасы болып, саған сүйікті, сені сыйлайтын, сені биікке көтеретін, айтады ғой, бұрыннан айтқан ғой. Жақсы әйел өзінің еркегін хан қылдырады деп. Өйткені ханның әйелі болады деп. Жаман әйел өзінің еркегін жаман қылдырып, жаманның әйелі болады деп. Сенің әйелің сені хан қылдырып